Қазақстандағы альтернативті энергия көздерін дамыту және оның болашағы мен коммерциялау мәселелері. Тақырыптың өзектілігі ол баламалы энергия көздерін дамытудағы елдегі экологиялық ахуалға оң әсер етуі мүмкін, ел экономикасының дамуына оң серпіліс береді және Қазақстандағы баламалы энергия көздерін дамытудың мүмкіндігінің мол болуы. Зерттеу жұмыстарында мен осы үш әдіспен зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Ол ғаламтор тақырып аясында жазылған мақалалар мен еңбектер, азаматтар арасында алынған сауалнамалар және осы зерттеу жұмысындағы маманмен алынған сұхбат. Бұл диаграммада біз сауалнамадағы зерттеулердің нәтижелерін көре аламыз. Бұл зерттеу жұмысында нақтырақ беріледі. Зерттеу жұмысын мен күшті әлсіз жақтарын және мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін SWOT әдісімен жасап көрдім. Оның күшті жақтары әлемдік практикада зерттелген болып табылады және оны жаңғырту үшін тексерілген технологиялар мен шешімдері бар. Нарық әлеуетті инвесторлар мен жеке қаржыландыру көздері үшін ашық, шикізат тасымалдаудың қажетсізділігі қаражатын үнемдейді. Әлсіз жақтары техникалық реттеу мен лицензиядаудағы күрделуі, зардабы зор техникалық ахуалдар және климатқа тәуелділік. Оның мүмкіндіктері ауа ластауының қарқынды төмендеуі, қазіргі уақытта отын энергетикалық ресурстарының пайдалану тиімділігін пайыздық емес, бірнеше есе арттыруға мүмкіндік беретін технологиялар бар. Олар шығындарды жою және жаңартылған энергия көздерін айналымға тарту арқылы жүзеге асырылады және әртүрлі қуаттылыққа жұмыс жасайтын энергия көздерінің S-ні құру мүмкіндігі. Ал оның қауіп-қатері альтернативті энергия көздері құрылғандықтың бағалары өте жоғары болады. Бұл салада қызмет ететін компаниялар елімізде жоқ. Мемлекет тарапынан қомақты қаржыны бөлуді талап етеді. Енді қорытындылайтын болсақ, баламалы энергия көздері қазақстандық қоғамда әлі толығымен дамымаған. Еліміздің бұл салада айтарлықтай тәжірибесі бар. Жасыл энергия тақырыбы үкіметіміздегі алыстағы 2011 жылы қолға алынған болатын. Жаңартылған энергия көздеріне көшуге әлемді итермелеп жатқан тек табиғи ресурстарды сарқылу мәселесі емес, сонымен қатар ауа және су ластауының қысқартылып, экологиялық болашақ ұрпақ үшін таза етіп сақтап қалу мақсаты. Ал бұл мақсатқа тек альтернативті энергия көшу арқылы қол жеткізе аламыз. Себебі баламалы энергия көздерінен қуат өндіру ол ауаны ластамайды және шикізат тасымалдауы қажет етпейді. Экожүйе мен адамзат үшін қауіпсіз болып табылады. Менің айтар ұсынысым ол пайдалы қазбалардың жоғалуы және қоршаған ортаның нашарлауына байланысты мәселелерді, атап айтқанда экономикалық мәселелердің алдын алу үшін отын энергетика кешені электр энергиясының өндіруінің дәстүрлі әдістеріне баламалдарды қолдану байланысты энергетика салаларын дамыта бастауымыз керек. Оны қайта бөлудің жоғары үлесімен және ғылымды қажет ететін өнімді өндіруге бағытталған альтернативті энергетикаға көшу керекпіз. Энергетика саласында кәдімгі электр энергиясын өндірудің баламаларын іздеу және дамыту қажет. Қоршаған ортаға ең аз зиян келтіретін қалпына келетін ресурстарды пайдаланып, электр энергиясын өндірудің әдістерін іздеумен, дамытумен, зерттеумен, өндірумен және жүзеге асырумен байланысты салаларды дамытуымыз қажет. Назарларыңызға рахмет.